Саламатсыздар ма YouTube каналының көрермендері? Бүгін сіздермен өзімнің монтаж жасау тәсілімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып отырыңыздар. Сонымен бізге керегі қамырына су, ұн, май, жұмыртқа және тұз керек болады. Тартылған ет, пияз, капуста араластырғалы жатырмын. Қара бұрыш, қызыл бұрыш, тұз, сосын хмели, сумели специясын қосқалы жатырмын. Сонымен бірінші біз қамырын үйлеп бастырып қоятын боламыз. Суды, жұмыртқа, тұз, майымызды араластырып, үстіне ұнымызды електен өткізіп, ұнымызды салып, жақсылап қамыр еліп қоятын боламыз бастырып. Бұл қамырды бір жарты сағатқа қойып қою керек, еуі қану үшін. Міне осылай қамырын жақсылап бастырып қоямыз. Сөйтіп салмасымен дайындайтын боламыз. Капустамызды ұзынша майда көбік қылып тураймыз. Етті алдын ала тартып қойғанбыз. Пиязын да солай ірілеу көбік етіп тураймыз. Үстіне майымызды құямыз. Паприка мен қара бұрыш, хмели сумели, қызыл бұрыш, тұз бәрін жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Сөйтіп еуі қанған қамырымызды жаймендеп жая бастаймыз. Жұқа қылып жаятын боламыз. Міне осылай жұқа етіп жайып, бір-біріне қабаттап. Бұл жерде мен кішкене үлкендеу етіп кестім. 10-10 болып тұр. Көбік етіп кесеміз. 10-10 етіп көбік етіп кестім бұны. Бұл жерде кескен қамырымыз үлкен болғандықтан, бұл жерде үлкен қасықпенен тола бір қасық салдым, ішіне салмасын. Осылай шетінен бүгіп дайындадық. Сіздер енді қамырын кішілеу етіп, аз көп өздеріңіз қалауыңызбен сала берулеріңізге болады. Сосын ыдысымызды жақсылап майлап, ара қашықтығын шамалы ашықтау етіп саламыз. Қатты үлкеймейді, осы күйінде болады. Ашытқан мант емес. Сөйтіп қатты қайнап тұрған суымызға қойып, 40-45 минуттап осылай пісіріп алатын боламыз. Міне біздің мантымыз дайын. Сіздермен бірге болған Лейла. Комментарий жазып, тіркеліп, лайк басып отырыңыздар.